Тағы басқа шығарылымдарды Easy қосымшасында тыңда. Бонустар ал. Сәлем барлықтарыңа, бұл аниме дүкен. Аниме дүкен. Негізі бізде бәрі еркін, емін-еркін отырып әңгімелесеміз. Ешқандай несіз, қинаусыз бастайық, әңгімелесіп, жаңағы сияқты әңгімелесіп отырып. Бізде бүгін қонақта Мейіржан, Думан емес Дидар, Жалғас екеуміз, Есболат, мен біздің қонақтармен амандасамыз. Бір айналдырған бір-екі қонағымыз бар. Көрерменіміз бар. Аттарды білеміз, кім екен, біздің туыстар деп. Сол, Мейіржан, келгендеріңе рахмет. Сізге де рахмет шақырғандарыңызға. Алдын ала рахмет айтып қойын, өйткені әңгіме барысында төріс кетіп жүрмейік. Солай келгендеріңе рахмет емес деп ойнап айтам. Қысқаша, Ара студиядан келген Мейіржан, сол Ара студиядан құрушы, құрушылардың бірі Мейіржан. Дидар, сол ең басынан бастап Ара студия келе жатқан суретші, автор, өзің авторлық туындыларын өзі сызасың ғой, әлде жаңағы сызған, жаңағы анимация жасалатын туындылардың авторы Ара студияда бір адам, басқа адам ба? Сразу содан бастайық. Онда жаңағы 5-6 көрерменмен әңгімелесіп амандасып кетейін. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Жаңағы Есбол ағамыз таныстырып отыр ғой. Есімім Мейіржан, Ара анимациялық студиясынан келіп отырмыз. Әріптесім Дидар. Біз Ара анимациялық студиясы 2018 жылдан бері ресми жұмыс жасап келе жатырмыз. Студияның жалпы құрылғанына сол 2018-ден бері қанша 5 жылдай болып қалды. 5 жылдың ішінде біздің студиямыздың қоржынында Балапан арнасына арналып жасалған 3 сериал бар. Біріншісі ол Дара тұлға, жаңағы ғылыми танымдық жоба, балаларға арналған. Қазақстанның тарихындағы айтулы 20 тұлға туралы, олардың өмір баяндары, жеткен жетістіктері туралы. Және екіншісі ол мектеп жасына дейінгі балаларға арналған Сәби деген жоба. Ол да танымдық, бірақ рейтинг жас ерекшелігі ол 3+. 3+. Соның 2 сезонын түсірдік, 26 сериядан. Қазіргі таңда бізде 2 қысқа метр бар. Біреу Зедок деп аталады, YouTube желісінде бар, және осы жақында жарыққа шыққан Шырақ анимациялық қысқа метрлі фильмі. Жалпы студияның негізін қалаушыларының бірі өзім, және әріптесім Бақытжан Шабдукарим. Ол жігіт қазір біздің студияда бас продюсер қызметін атқарады. Дидар бізде сол Дара тұлғадан бері келе жатқан басында қоюшы суретші болды, аниматор қызметін атқарды. Қазіргі таңда өзі енді атын атауға әзірге ерте, бірақ отбасылық сериалдың кәдімгі режиссері. Отбасылық балаларға арналған анимациялық сериалдың режиссері. Жаңағы алдында айтқан Балапанға арналған қанша сериядан тұрады? Жаңа 20 тұлға туралы деген. Сол 20 сериядан тұрады. Өзі бар 20 серия. Сосын екіншісі ол Сәби. 26 сериядан 52 серия. Бір серия қанша минут шығады? Әртүрлі. 5 минуттан. В среднем 5 минут. 5-тен 10-ға дейін. Қысқа мультиктер ғой. Кішкентай балалар көретін. Балапанда, сол Балапанның арнасында сол 3 жоба қалды. Енді сол Балапанның кейінгі шыққан 2 жаңа қысқа метрлік анимация. Біреуі Балапанға дейін шықты, Зедок деген. Ит туралы. Ал кейінгісі ол Шырақ, осы жақында шықты. Қысқаша айтып берсең, не туралы жаңағы Зедок, не туралы Шырақ? Енді қысқаша айтып өтетін болсам, екеуі де негізі қоғамдағы үлкен мәселелерді қозғайды. Ит ол тастанды балалар туралы. Екінші Шырақ ол отбасылық жылу, қазіргі таңда жоғалып баратқан отбасы мүшелерінің арасындағы байланыс туралы деп айтуға болады. Сол мен сұрақ қойған себебім, соны осы тақырыпты көтергім келген. Мен екеуін де көрдім. Екеуінің жаңағы көтергісі келетін тақырыптарын көріп, соған қызыққам негізі. Өте күрделі. Мен жаңа күліп бастап, қазір күлмей қалдым. Зедоктан бастасақ,
бізде әрине бұрынғы жаңағы СНГ елдерінде бір күрделі бір проблема ғой, былай ашығын айтқан кезде тастанды балалардың проблемасы. Бұл жерде мысалы шетелдерде әртүрлі бір жобалар жасап жатса, онымен күресу жобасын, бізде заң түрде ешқандай не жоқ сияқты. Соны қадағалайтын, оның сол жаңағы қаншалықты бала тасталып жатыр, қанша сол балаларды енді ата-анасы неге тастайды, оның қандай проблема өзегі, соны зерттейтін бір орындар ма, соның қандай бір ешқандай мен не білмеймін де, тәсіл оларға көмектесетін, олардың жаңағы сондай жаман заттардың азаюына ештеңе бір іс көрмеймін де. Жаңағы сендердің көтеріп жатқан, сен анимация туралы көтердіңдер, ол Инстаграм арқылы, басқа бір тіпті жаңалықтарда көрсетіп тұрады. Адамдар танысты, көрді. Кейбір адамдар енді әрине өте үлкен андай әсерде болады. Сендердің мультфильмнен кейін, жаңағы жаңалықтан естігеннен кейін. Бірақ та не істей алады адам? Ол бір адам, ол жаңағы сияқты статистиканы, сол жаңағы сияқты өте күрделі, сонда өте қиын жағдайда өзгерту үшін не істей алады? Жай бір адам. Соның түбін мысалы өздерің ойлап көрдіңдер ме? Адам мысалы бәрі айтады, өзінен бастады, өзіне болып бастады. Бірақ та бәрібір қоғамда сондай проблема тұр. Зедокта қандай немен аяқталды? Енді Зедокта ол жерде ит деп фильмді атағанымыздың себебі көпшілік ойлайды, мынау сол жерде оқиғада жүрген басты кейіпкер ит туралы деп. Иттің себебінен қойылды деп. Ақиқатында ол жерде ит деп қоюымыз адамдарға қарата айтылып тұр да, қоғамға қарата айтылып тұр. Неге? Өйткені бізде қазақта жақсы мақал бар ғой, ит екеш иттің өзі де ондай затты жасамайды деген, мақал емес, даналық сөз. Одан кейін қазақта адам егер бір жаман тірлік жасаса, арам тірлік жасаса, сен иттің тірлігін істедің дейді. Немесе ит екенсің деп жаңа ұрсады ғой. Теңеп. Итке тең ит та. Бірақ бұл жерде біз керісінше алдық та. Яғни иттің өзі былайша айтқанда адамның тірлігін жасамайды. Яғни адамның барып атқан зұлымдығына ит бармайды деген мақсатта біз ит деп қойдық та. Біз енді өзіміз арамызда біраз түсінікті болу үшін сондай ит жаңағы баланы тауып алып құтқарады ғой. Құтқаруға әрекет жасайды. Бірақ жүгіріп жүреді, өкінішке орай сәтсіз аяқталады. Өз үшін сәтсіз аяқталады, бірақ ол баланы өмірін сақтап үлгереді. Жалғас мысалы көрген жоқ. Құдыққа шырақты көрдім бірақ. Шыраққа қазір келеміз. Жаңағы иттің негізі әрине қазақта сондай сөздер бар, сондай. Бірақ та қазақтың халқы бұрында да, қазірде де сондай бір өзгеше халық емес қой әлемдегі халықтардан соншама. Менің ойымша негізгі әр адамның итке қарым-қатынасы ол тек қана үйді қорғайтын, әлде бір малды бағатын емес, өте және өзің айтпақшы адамнан да жоғарғы бір санасы бар сияқты, жүрегі ақ сондай бір жануар ғой. Достық мысалы, иттің достығынан берік достық жоқ сияқты мысалы. Берік достықтан бұрын мен жаңа не адалдықты айтып отырмын да. Сондай үлкен адалдық бір адамда жоқ шығар мүмкін. Әр иттің егер өзі үйреніп алсаң, сол сияқты. Ол жерде жаңағы анимациялық фильмде ол қалай деп айтады, ассоциативный дейді ғой, жаңағы салыстырмалы түрде. Бұл жерде Құдай сақтасын, ондай көпшілікке топырақ шашу деген нәрсе жоқ. Жаңағы бүткіл адамдардың бәрі иттен төмен деген. Ондай ойдан аулақпыз. Бұл жердегі басты мақсат жаңағы баланы тастап кетіп отырған әйел бар. Ол әйелдің жаңағы осындай іске баруына себепкер болған еркектің жаңағы тірлігі ғой бұл жерде айтылып отырған зат. Сөйтіп көрсетті. Және жаңағы қоғамды. Қоғам жаңа байқасаңыздар ит үріп барып біреуді тістейді тіпті соңында, бірақ көңіл аудармайды да жұрт. Былайша айтқанда, ол не айтқысы келіп жатыр, оның парқына барып жатқан жоқ та. Бірақ соңында жаңағы ит аулайтын адам оны ұстап жаңағы соңында даже
енді сізге спойлер болады. Өлтіргеннен кейін барып қана ол ақиқатты түсінеді да. Бұл осы затты айтқысы келген екен ғой деген. Бізде сол қоғам жаңағы әйелге, жаңағы баланың тағдырына алдын ала көмектесе алмады. Содан кейін де енді иттің өзі сол қоғамның көзін ашпақшы болған кезде жаңағы ешкім аңғармайды. Жаңағы мысалы бір әлеуметтік бір эксперименттер бар ғой, кішкентай қызды бүйтіп сүйрелеп бүйтіп жұлқылаған кезде адамдар жай бүйтіп өтіп ешкім тоқтатқысы келмейтін сияқты. Сонда бір нелер бар ғой, роликтер. Сол сияқты жаңағы сурет болған ғой жаңағы ит үрген. Бұл жерде қоғамның бейғамдығы ғой, былайша айтқанда. Бейғам қоғам өзімен өзі, әркім өзінің мәселесімен жүр. Шаруасы жоқ та ешкімде. Ол не қалап жатыр, бәлкім шынымен де бірдеңе болып қалған шығар деген сияқты артынан ешкім бармайды. Керісінше жаңағы бұл итке итше қарайды болды деген сияқты да. Енді нақты бұл сюжеттің, бұл анимацияның мақсатын түсіндік. Не бар ма? Результат комментарийдан мысалы қандай адамдарда әсер болды көрермендер? Енді біз шыны керек әлеуметтік желіге бұл фильмді 2-3 рет қайта жүктеп салдық. Көбірек адам көрсін деп па? Жоқ, баста енді шыны керек бұл анимациялық жаңағы студия құрылғанға дейін түсірілген фильм. Сол себепті ол кезде жаңағы авторлық құқық мәселесі бойынша біз қатты ойланбаған тұғымыз, әсіресе өзім. Сол себепті фильмнің жасалу барысында біз жаңағы ғаламтордан алынған кейбір авторлардың музыкаларын қолдандық. Сол себепті енді қазіргі таңда YouTube өте қатал қарайды ол затқа. Сөйтіп біз 1-2-3 рет оны жаңағы алып тастап, қайта жүктеп, соңында жаңағы мүмкіндігінше ешқандай авторлық құқықты талап етпейтін жаңағы музыкаларды алып салдық та. Мен жаңағы әріптесім Бақытжан Шамдукарим Бәке бізде айтады, жаңағы ремейк жасайық та, ремастер жасайық деп. Бірақ енді мен режиссер ретінде ойым, ол туынды жасалды, бітті. Келесіне көшу керек. Келесіне ауысу керек. Және ол өзінің, онсыз да жаңағы ютубта болсын, әлеуметтік желілерде болсын, өзінің қызметін негізі атқарып жатыр. Ең басты функциясы жаңағы айтар ойды ол адамдарға жеткізіп жатыр. Сіздерде бір шығарма ойлап табарда алдын, бір идея келерден алдын не маңызды рөл атқарады? Қоғамда болып жатқан процестер ме, әлде бірдеңкеден шабытластыр ма? Қоғамдағы маңызды нәрселер сіздердің бір туынды жасауларыңызға себеп болуы мүмкін ба? Мысалы, енді Z-Dog'ты алып қарайтын болсақ, Z-Dog'тың жалпы дүниеге келуіне, енді естеріңізде болар, 2017 жылдары бізде Қазақстанда тастанды балалар туралы оқиғалар өте көбейіп кетті. Есімде. Біреу жаңағы дәретханадан табылды. Таразда, Жамбыл облысында болды. Екінші біреу жаңағы тас жолдан табылды. Одан білмеймін, енді бәлкім ана болады ғой, жаңағы қаптың аузы ашылғаннан кейін ол сол уақытта болған зат па, әлде оған дейін болған заттар ма білмеймін, бірақ дәл сол уақытта көбейіп кетті да сол нәрсе. WhatsApp-тан келеді, жаңағы Instagram-нан неше түрлі жаңағы кадрлар шығады. Сол кезде ой келді да. Шынымен де адамның өмірі соншалықты құнсызданып кеткен ба? Неге бұлай болып жатыр деген бір іште уайым болды да. Сол уақытта мен жаңағы дипломдық жұмысымның тақырыбын ойлап жүрген болатынмын. Сол кезде жаңағы сол мәселе пайда болғаннан кейін мына осы затты қоғамға айтуға болады деп шешіп, соның арқасында жаңағы сюжет құрастырылды сол негізде. Сөйтіп осылай дүниеге келді. Бұны айтып отқан себебім қазір бізде де ерекше оқиғалар болып жатыр ғой. Соңғы бір айдың көлемінде ақпараттық кеңістікті қарасаңыз, тұрмыстағы зорлық, әйелдердің жапа шегуі, олардың зорлануы, осы да бір осындай оқиғалар, осындай талқылаулар сіздердің жоспарда негізі шабыт бере ала ма деген болсын. Жоқ, дұрыс айтасыз. Ол жалпы кез келген туынды мен енді ойлаймын, ол өзіндік бір көзқарас және қоғамға бір ой ұсыну керек. Әсіресе осындай енді өкінішке орай деп айтайық, отбасыларда жаңағы болып жатқан қиын жағдайларды негізі тек қана анимациялық фильм емес, оны жалпы шығарма қылып жазу, мысалы театрға да жаңағы толық метрлі фильмдер болсын, соның барлығына негізі ол арқау бола алады деп ойлаймын. Бізде өз жобаларымызды жасаған кезде сондай заттарға негізі мән береміз.
қоғамдағы актуалды жаңағы проблемалар мәселелерге бір шешім ұсынамыз фильм арқылы. өте мындай сәйкестік. Кеше ғана Қырғызстанда бір кішкентай сәбиді жаңағы неден тауапты, қоқыстан тауалған екен, пакетпен болып тапса, тіпті оны аман қалды, бір жақсысы аман қалды, жаңағы полицейский қырғыз жігіт. Сол сәйкестік өздерінде шақырған, жаңағы өздерінде көтерген, кезінде көтерген тақырып. Ол жаңағы кеше болған уақиға жаңағы проблеманың әлі барлығын көрсетіп тұр ғой. Біздің қоғамда жаңағы енді жағдайы жоқ аналар, жалғыз аналар өте көп болып тұр ғой сонда. Өте күрделі шешімге барған кезде енді әр адам енді жаман болмайды ғой. Оны итермелеген жаңағы үлкен себептер бар, проблемалар. Және жалғастың сұрағымен мен келсем, жаңағы қоғамдағы проблемаларды көтересіңдер, бірақ та өздерінің жеке ойларыңды біраз айтып берсеңдер, рұқсат болса. Мысалы, жаңағы балаға қатысты десек, өзің балаң бар ма? Иә, менің ұлым бар. Кішкентай балаң бар, иә. Әрине, кішкентай балаға жаңағы жалғас сұрағына келеміз, бірақ та әзірше балаға тәрбие мысалы қалай болған дұрыс деп ойлайсың? Қандай да бір өзің іліп қалған бір қоғамда бұрыс бірдеңе болып жүр ма бала мен ата-ананың арасында? Шырақ фильмі осы жерде жақсы жауап береді деп ойлаймын бұл сұраққа. Фильмнің ішінде біз жаңағы жалғас айтпақшы қоғамдағы қазіргі енді біздің көзімізге көрінген әлеуметтік отбасылық проблеманы көрдік. Ол жаңағы біріншіден жұмысбастылық, ата-аналардың балаларына жеткілікті деңгейде уақыт бөле алмауы. Екіншіден, мына отбасыға кірген қазіргі бір, енді ол жау деп те айтуға болмайды, оның да пайдалы жақтары бар, бірақ өкінішке орай мына электронды гаджеттер, планшет болсын, қазір екінің бірінде телефон бар. Отбасында енді өкінішке орай жаңағы осы заттар, жаңағы контенттің көптігі, сол жаңағы әлеуметтік желілерге деген тәуелділік, жаңағы девайсты қайта-қайта қолдана беру деген нәрсе, мына шынайы жүрек жарды жылы әңгімелердің орнын басып бара жатыр да, былайша айтқанда. Қазір әзіл бар ғой, мысалы, екі адам бір жерде отырып WhatsApp арқылы сөйлеседі деген мысалы. Ол негізі әзіл болып айтылғанмен, бірақ шынымен солай болып бара жатыр да қазір. Балаға тәрбие бергенде біз жаңа фильмді енді мүмкіндігінше жеткізуге тырыстық. Яғни сол шырақтың арқасында, жаңағы жарықтың сөнуінің арқасында отбасы кішкене бір сол баяғы қалпына қайта келеді бір сәтке. Сол сәттің ішінде олар шынайы мынау байланыстың, бала-шағаның рахаты деген, әкенің махаббаты, мейірімі, ананың жаңағы күлкісі деген затты сол жерде олар сезініп үлгереді да. Сол зат біз енді ары қарай титрда да көрсеттік. Яғни оқиға ол немен бітіп қалған жоқ. Титрда байқасаңыздар, ол жерде әкесі жаңағы бала-шағасына сыйлық алып келіп бара жатады. Шатырда қалып қойған ескі домбырасын алып балаларына жаңағы күй орындап беріп жатады. Анасы жаңағы ескі сандығын ашып ішінен жаңағы өзінің баяғы мәдениеттің, дәстүрдің көрсеткіші болған құрақ көрпелерін шығарып жатады, мысалы, ою салынғанда. Былайша айтқанда олар кәдімгі қалыпты өмірге қайтып келеді. Шынымды айтайын, мен бір сұмдық өмір көріп тастаған әке емеспін. Өзімнің ұлым небәрі 2 жаста, бірінші перзентім. Бірақ енді оқыған көргендерімнен түйген затым, өзің мысал болу керексің ғой, былайша айтқанда. Яғни сөзіңмен емес, ісіңмен мысал болсаң балаңа, одан артық меніңше тәрбие жоқ деп ойлаймын. Мысалы, қарапайым жаңағы баяғыда мынандай бір сөз бар еді ғой. Өзі темекі шегеді, бірақ баласына, ей балам, сен темекі шекпе, бұл дұрыс емес деп айтады да. Ол әсер етпейді балаға. Неге? Өйткені ол визуально көріп тұр. Сен айтып жатқан сөзің ісіңе сай емес та. Бірақ бала үшін сөзден гөрі сенің ісің құндырақ та. Балаңды тәрбиелеме, өзің тәрбиеле деген сөз. Дәл өзі дұрыс айтасыз. Сол балаң өзің сенді қарап өзі үйреніп кетеді. Бірінші кезекте біз өзіміздің тәрбиемізге мән беруіміз керек. Өзімізді өзіміз тәрбиелеуіміз керек. Өзімізді өзіміз дұрыстап тәрбиелейтін болсақ, бала ол өзі-ақ бізге қарап дұрыс тәрбие көреді деп ойлаймыз. Жаңағы айтқан әсіресе шырақта дәстүрлік стилистика бар, иә? Жаңағы сен айтқан құндылықтар
мысалы жаңағы домбыра деген сияқты, сандық деген сияқты. Оның әрине басқа бір мағынасы бар, бір ескі заттар дегенді көрсетіп тұрсың ғой. Жаңағы мысалы шатырда өзі жаңағы жылуда келгеннің заттың өзі қалып қойған, ұмытылып қалған зат қой, шырақты. Әрине өте жақсы табылған менің ойымша зат, енді тура жылы беретін зат қой. Жылы беретін, жарық беретін. Жалпы өзің қалай ойлайсың? Мысалы қазір қоғамда дәстүрлердің көбісіне біраз бұрыс көзқарас болып кеткен жоқ па? Мысалы кейбір сөздерді қазір басқаша ұғады, бұрында негізгі маңызды айтқысы келгендері басқа, мүлдем басқа болған сияқты. Сондай бір ой бар ма? Мысалы қазір жалғасын сұрағанда келе салайық осы жерде. Келіннің мәселесі ғой, келін туралы көп мысалы әнде сөздер бар. Баяғы сол жаңағы судай сіңіп тастай бағады деген сияқты. Сосын қыз бала жат жұрттікі деген сияқты. Жаңағы көбінесе көтеріліп жатқан мәселе, неге қыз баланы еркек баладан төмен санайды деген сияқты. Неге сонда жаңағы ол ту, жаңағы ол мекен деген қыздардың аттары бар деген сияқты. Соның бәрі бұрынғы мысалы келе жатқан өзіміздің аталарымыздың санасы ғой. Олардың көзқарасы, олардың дәстүрлік бір шешімдері. Менің ойымша былайша айтқанда дәстүр, вообще культура, менталитет деген сияқты заттардың бәрі ол сол ұлттың ары қаратай дамуына, тіршілік етуіне былайша айтқанда пользасын келтіру керек деген сияқты оймен құрастырылған заттар да ол деген. Мысалға кейбір балаларға айтатын сөздер болады, табалдырыққа тұрма или там ана бірдеңе қылма деген сияқты, аттама деген сияқты. Ол заттардың бәрі кезінде скорее всего чтобы бір опасностьтан қорғау үшін деген сияқты оймен ол балаға айтылған болады да. Бірақ ол бала өсе келген кезінде оған ол кішкентай кезінде айтылған сөздер не себеппен айтылғанын түсіндірмегендіктен ол оған басқа мағына беріп жібереді да, өз деген өсе келе. И барған сайын ол өзінің баласына кетеді, сөйтеді, ең басындағы изначальный ой жоғалып кетеді былайша айтқанда. И ол алады да вообще өзгеше болып кетеді соңына қаратай. Сол сияқты қазіргі мысалға судай сіңіп тастай бағады деген сияқты солардың мен былайша айтқанда оның прям изначальный смыслы деген сияқты несін онша түсінбеймін да өзім деген қазір. Жаңағы айтқан бойынша прямой несін түсіну мүмкін, то есть отбасыға сіңісіп кету деген сияқты несін. Бірақ ол былайша айтқанда қазіргі уақыттың несіне тоже адаптация болу керек сияқты деген ой. Мысалы тура егер мен айтсам мынандай түсінік болуы мүмкін деп, не сол барған жерің не айтса да көн, сен ол жерде енді қатты айтсақ енді бір шыдам керексің деген сияқты. Сондай сөз ба, әлде өте ақылды бол, олардың көңілін емес, көңіл емес. Бұл жерде егер шындыққа өзіміз бұрмаласақ, ол кісілер енді жай ойлап таба салған, жай айта салған сөз емес деп ойласақ, ол адамдармен тіл табысу өте маңызды деген сияқты бір тезірек есей үлкен қадамға барырсың деген сияқты бір сондай бір мүмкін дұрыс ұғым шығар. Әлде шыдам керексің, не айтқан бәрін көрінгенсің деген сөз ба? Вот сол как раз жаңағындай да, әркімде әртүрлі ой пайда болады. Себебі сол айтылған сөздің несін астарлап айтқан мағынасын ашып бермейді, түсіндіріп бермейді. Ол қандай немен айтылды, көңіл күймен айтылды деген сияқты. Сен барасында айтқанын істейсің деген немен ба, немесе жаңа сіз айтқандай олардың ойын тауып көңіл табысып деген сияқты не ма деген. Рецепт, формула болды, дәрі бергеннен кейін бір қағаз болды, сол қағаз бермеген ғой, сол сияқты. Кейде болады, мысалға кітаптардағы цитаталарды не істеу мүмкін, типа андай, что нас не убивает, делает нас сильнее деген сияқты бір цитата бар. Соны бәрі айта береді да. И ол сөз былайша айтқанда қазір өзінің мағынасымен, өз өмірмен өмір сүріп кетті да. А негізі ол кітапта менің естуімше кішкене өзгешелеу несі бар оның деген мағынасы бар. Былай оқып қарасаң да, то есть оның өзінің целый бір кітабы бар, былайша айтқанда сол сөз айтылатын. А бірақ в народе жаңағы сөз ғана қалып кеткен да, былайша айтқанда. Бұл да сол сияқты да, былайша. Бізде негізі қазақта дана халық қой негізі қазақ деген. Өте дана. Не нәрсені айтса да астармен айтады. Әрине, бұл жерде көп терең ұғымдар. Жаңа Дидардың айтып отқан қазақта біз бәріміз бала болдық. Бәріміз мысалы керегені керіп көрдік мысалы, дұрыс па? Керегені керме деп айтады. Бірақ оған кейбір кісілер кішкене ондай бір
бір философиялық рухани бір жаңағыдай бір астар беріп жібереді да жаңағы шатастырып керегеде жібереді. керегеде жаңағы бір қасиет бар сияқты бір дух аруақ а негізі ол жай физика ғой кереге баяғыда қазақтың киіз үйлері ол ағаш болған кереге болған ол керегенің жаңағы сен итеріп керетін болсаң ол конструкция бұзылады яғни кереге орнынан жылжып кетсе киіз үй құлауы мүмкін деген мағынада ғой мысалы да қарапайым. Сосын тағы қандай сөз бар, мысалы келін туралы айтып жатырмыз да, кейбір кісілер мысалы келіннің сәлем салғанына әңгіме айтады. Мысалы, бұл дұрыс емес, жаңағы сен енеңе жаңағы табынып жатсың, басқа қылып жатсың деп ше. Негізі бұл да қазақтың көрегенділігінен туған зат деп ойлаймын. Неге? Себебі келін бала енді ол жаңа түскен келін болғаннан кейін, жас бала болғаннан кейін, мысалы үлкен кісілердің көзі бар, сөзі бар деген нәрсе бар ғой. Яғни келіп, оны құшақтап, иіскеп, сүйіп амандасуға жаңағы қазақ барынша баланың жаңағы көзбен сөзден сақтау үшін алыстан ғана ишаратпен сәлем беріп болды. Құрметіңді көрсет, алыстан ғана сөйтті жоқ болып кетті. Мысалы, солай да, яғни өзің шаруаңды ары қарай істей бер. Саған міндетті түрде жаңа ер азаматтар барып қалып, қолын алып, төс қағыстырып, бет сүйісіп амандасу шарт емес деген сөз да ол. Ал біз былай өте сыпайы, әдемілеп жаңағыны айтып қойдық. Бұрынғы дәстүрлердің, бұрынғы сөздердің. Егер былай айтсақ, бұрынғы айтқан ақыл кеңестеріне негізі көз салмайық. Өйткені қазір өте шатасқан, басқаша түсінетін адамдар өте көп, оны тіпті былайша сандыққа салып қояйық деген сияқты. Сондай бір ой келсе, заманауи осы қазіргі заманда басқа инструменттерді қолданып, сондай анимациялықта туынды жасауға болады емес па? Әлде сондай ойлар, сондай мысалы мен жеке неге осындай сұрақ қойып отырмын. Мен жеке әрине жапондық анимацияны көбірек көрем. Оның көп себептерінің бірі олар қазіргі замандағы андай инструменттерді көп қолданады және болашақтағы әлі адам танымайтын инструменттерді қолданады. Сол жеке маған ұнайды, әрине миллиондаған адамдарға ұнайды. Мен ойымша ол бір санасының дамығандығын көрсететін сияқты. Авторлардың да, жаңағы көрермендердің де. Яғни ескілікті тастап, жаңа болашақта талпыну деген сияқты ма? Ескілікті уақытша болсын айту, бұмықта тұру деген бір ой қалай ойлайсыңдар сондайға? Ол да негізі дұрыс емес сияқты. Себебі адам өзінің тарихын білуі керек, чтобы сол бұрын жасалған қателіктерді қайталамау үшін. Кім екенін, қайдан келген? Сол себепті жаңағы сияқты нұсқауларды бәрін былай айта салғаннан тыңдап жаттап ала салу емес, оның тарихын қайдан шыққанын негізі зерттеу керек та, ізденіп деген сияқты. Ондай болмаса, егер өзінің бұрынғы тарихын оқымай, ұмытып тастап кететін болса, ол біраз уақыттан кейін өзіне дейінгі адамдардың қателігін тура соны қайталайды, и одан кейінгі адамдарды қайталай беретін болады да, былайша айтқанда. Мысалы, тарихты тарихтан сабақ алу керек. Тарихта болған жеңістерді ұмытпай, қателіктерді қайталамай деген сияқты ма? Тарихты сонда қазіргі заманда тарихын білмейтін, өзінің қайдан шыққан білмейтін адамдар көп деген сөз ғой. Сондай бір не бар ма? Ой бар ма? Бұл жерде жаңағы мынандай көзқараспен айтылып жатқан шығар. Енді жеке өзім ойым. Яғни адам өзінің бәрібір түбірін білу керек те. Қайдан келді, мысалы, кім ол, ата бабаларсы, кімдер деген сияқты да. Енді әрине мынандай да бір сөз бар. Адам енді саналы болғаннан кейін, Құдай сана бергеннен кейін адам бәрібір ойлану керек те. Жаңағы ата бабам осылай істеді екен деп деталды кете бермеу керек те. Адам ойлану керек, бұны не үшін істеді, бұл жалпы негізі дұрыс па, бұрыс па деген сияқты. Жаңа өзіңіз айтпақшы, қазіргі заманда мысалы бұл жалпы қалай бұл нәрсеге қарайды деген сияқты да. Былайша айтқанда тарихтан дұрысын алып, дұрыс емесін қалдырып деген сияқты. Сол дұрысын алып, ары қарай соны дамытып, жаңа бір көзқарастар тудыру деген. Бірақ менің ойымша біздегі жаңа сен де берсең болады ғой. Сен айтып отырған жаңа ойлану, рефлексияға берілу бірде ол көп адамға тән емес нәрсе сияқты да, басым көпшілік адамға.
ол бір привилегиясы бар адамдарға тән нәрсе. Яғни сауатты универ бітірген, белгілі бір мамандығы иесі, белгілі бір ісі бар, кәсібі бар, болмаса жұмысы бар, мансабы бар. Міне осындай адамдар сондай нәрсемен уақыты бар деп айтайын, мүмкіндігі бар. Бірақ басым көпшілік адамдар бізде ондай емес. Олар күнделікті тіршілігін сүріп жатыр және мынау адам не істеді екен, мен соны істеймін деген принциппен өмір сүретін сияқты да. Ал біздің қоғамға қарайтын болсақ, бізде не істеп жатыр, үлгі болып телевизорден күнде жымыңдап көрініп тұратын адамдар не істеп жатыр? Олар жемқорлықпен айналысады да, сосын бізге келіп қандай жақсы адамдың болу керектігін жайлы айтады. Сонда ол жаңағы біреудің істегенін істеп үйреніп қалған басым көпшілік адам тұрады да. Мен жаман сөз, жақсы сөз айтып, бірақ жаман қылық істей берсем, ода тұрған ештеңе жоқ екен деп ойлайтын сияқты. Осындай бір құбылыс оныңыз рас. Қазіргі экономика бойынша бізде халық азаннан кешке дейін жұмыс істейді, үйіне қайтып қойғаннан кейін тамағын ішеді, сосын уақыты жоқ былайша айтқанда жаңағындай кітап оқып, іздену деген сияқты неге. Максимум 1-2 сағаттық кино көруге болады деген сияқты. И ондай кезде мысалға сол киноны жасайтын адамдарға үлкен жауапкершілік түседі да былайша айтқанда. Дұрыс жолға түсіру сол адамдарды деген, дұрыс тәрбие көрсету деген сияқты. Анимациямен, мультфильммен жолға түсіруге бола ма? Әрине, ол анимация деген жалпы қандай контенттің түрі болсын, мейлі кино болсын, мейлі баяғы қазақтың ертегілері, мысалы оған керемет дәлел да. Қазақтың ертегілерінде тұнып тұрған не ғой, ол былайша айтқанда тәрбие ғой негіз. Бағана айтып жатқан бүткіл тәрбиенің бәрін біз баяғыда ата-апаларымыздан, мен шыны керек өзім сол уақытты былайша айтқанда ұстадым. Мен әжем мысалы маған ертегі айтып беретін, рас мен кішкентай кезімде. Көріп тұр. Сол ертегілерді тыңдап мысалы өстік. Қазіргі заманның ертегісі ол анимация мысалы. Мысалы оған Pixar мен Disneyдің талай туындылары дәлел. Байқап тұрсаңыздар. Қазіргі таңда Pixar болсын, Disney болсын, сол өздерінің идеологиялық қарулар ретінде қолданып келеді ғой, мысалы анимацияны. Бірақ жаңа ғана гаджеттің жаман ықпалы туралы әңгіме айттық қой. Ол чрезмерно қолданса енді қалай үйлестіреміз бұны бір-біріне? Енді былай ғой, қараңыздар. Мен жаңағы айтып жатыр ғой, әріптесім Дидар жаңағы уақыт жағын. Мысалы бізде қазір тайм-менеджмент деген нәрсе мүлдем ашылмайтын тақырып та ол. Біз қазір енді өзімде де бар ол зат, өмірдің ағысымен кете береміз ғой. Мысалы қандай проблема болады, соны шешіп отыра береміз. Одан кейін жаңа проблема келеді, мәселе келеді, соны шешіп отыра береміз да. Ал былайша айтқанда осознанность дейді ғой, орысша айтқанда. Яғни өмірдің ағысымен кете беру емес, бір сәтке тоқтап өзіңе сұрақ қойып, мысалы мен не істеп жүрмін? Қазір істеп жатқан вообще тірлігім дұрыс па, мысалы? Ұнай ма өзіме, ұнамай ма деген сияқты. Тіпті жарайды, мысалы басқа бір жерде өзің жұмыс істеп қызметкер болып жүрсің, бірақ осы жақында Марғұлан Сейсенбай ағамыздың бір несін көріп қалдым. Классификация, яғни бір күндік тірліктеріңді классификациялау. Яғни, мысалы, бір-біріне ұқсайтын тірліктерді бір бөлікке қою. Мысалы, екінші бір-біріне ұқсайтын тірліктерді бөлек қою да. Сонда адамның дейді, мына бір тірліктен екінші тірлікке көшу оңай болады дейді. Мысалы, таңертең тұрғанда ол уақытын ол кісі өзіне арнайды екен. Кітап оқу, рухани тірлікпен айналысу, жүру, жүгіру, спорт деген сияқты да. Жаңағы 10-нан сағат 1-2-лерге қарай ол кісі бірыңғай жаңағы мидың мынау активный жұмысын талап ететін тірліктер бар ғой, мысалы, бір шешім қабылдау керек, маңызды, сол шаралармен айналысады екен да. Ал түстен кейін жаңағыдай осындай кездесулер, подкаст бар, біреумен сөйлесу керек болып қалса, мысалы да, жаңағыдай бір ой пікір таластыру сияқты бір әңгіме дүкен, аниме дүкен сияқты жаңағы нелерді сол кешке жасайды екен да ол кісі. Сонда қазір сол жаңағы тайм-менеджмент дедің сол нақтылай, сонда адамдарда қазір сондай адамның өз порядок жасауға проблемасы бар ма? Өзінің өмірін? Яғни жоқ, проблема дегенде былай ғой, адам негізі соны жасап үйренсе, негізі ол уақыт табады жаңағы. Кітап оқуға да уақыт табады, дамуға да уақыт табады, кино көруге де уақыт табады. Бірақ енді қанша дегенмен жаңа девайс дегенге қатысты орта жолды ұстанған дұрыс қой. Мысалы, бұл жердегі менің фильмдағы айтып жатқаным ол болады ғой, кәдімгі басымен кіріп кеткен адамдар болады ғой девайсқа. Сондай кісілер туралы да. Бірақ оның әрине жақсы жағы да бар. Мысалы, кәсіпке, байланысқа, оның басқа да тұстар бар ғой негізі. Жылдамдыққа мысалы. Аниме дүкен. Еліктігі қалай қарайсыңдар?
енді еліктеу былай ғой, қараңыздар. Еліктеуде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Иә. Мысалы, қарапайым жаңағы біз Дисней деп айтып жатырмыз ғой. Негізі әлемдегі дүйім жұртшылық Диснейді анимацияның атасы деп ойлайды. Мен өзім осы 2020 жылы диссертация жаздым. Сол диссертацияда анимациялық фильмнің сюжетіне технологияның әсері деген тақырыпты қозғадым. Сонда енді тақырыпты ашу үшін мен бастан бастап зерттедім. Анимация қайдан пайда болған нәрсе деп. Сонда ол сонау үңгірде пайда болған өнер екен. Жаңағы оттан қабырғаға түскен көлеңкелерден адамдар, баяғыда естеріңізде ғой, біз өзімізде ойнаймыз, ит саламыз, қоянды саламыз. Сөйтіп оттан жаңағы қабырғаға түскен көлеңкеден ата-аналар өздерінің балаларына оқиға ертегі айтып беруден басталған екен да, негізі бәрі. Сөйтіп енді жүре келе ол Қытайдың жаңағы көлеңкелі театрына айналады. Одан жаңағы ол Европаға келеді. Ол кезде бірақ ол Европада жаңағы ғажайып фонарь деген зат пайда болады. Жаңағы қазіргі замандағы проектордың ең алғашқы нұсқалары ғой, былайша айтқанда. Сөйтіп кеп дамып, ол басында бір ғана суретті көрсете алатын зат болады. Одан кейін пленка деген нәрсе пайда болып, ол сурет кішкене бүйтіп қимылдайды. Бір қимылды қайта-қайта жасай беретін болады. Енді барған сайын адам жаңағы өнер тапқыштар, сол анимацияға қызыққан кісілер оны дамыта береді ғой. Сөйтіп кезек Диснейға келеді. Біз енді ойлаймыз, Дисней осы бүткіл затты ойлап тапқан адам деп. Негізінде Дисней өзіне дейінгі мынау ғалымдардың, өнер тапқыштардың ойлап тапқан заттарын әдемілеп тұрып, біріктіріп, жинап, соны сата білген адам да. Дүйім халыққа оны жариялап көрсете білген адам да. Яғни Диснейдің Микки Маусы, ол әлемдегі ең бірінші кейіпкер деп айтуға келмейді. Яғни Диснейға дейін талай ондай кейіпкерлер болған. Бірақ өкінішке орай олардың бағы жанған жоқ, халыққа таралған жоқ. Мысалы, Станиславскийді алайық. Мысалы, Станиславскийдің режиссерлық мектебі әлем тұтынады. Ол кісінің мысалы жаңағы принциптарын. Бірақ ол қалай қалыптасты десеңіздер, Станиславский деген енді аристократ болған ғой. Кезінде жаңағы көптеген жаңағы саяхаттарға шығуға мүмкіндігі жеткілікті болған. Сөйтіп, бұл кісі театр аралайды екен. Италияға барады, Францияға барады, Америкаға барады, Британияға барады. Сонда жаңағы Станиславскийдің әдеті мынандай төс қалтасында блокнот жүреді екен. Әрдайым блокнотын шығарады дағына Италияда мысалы бір әдемі сахнаның безендіруін көріп қалады. Сөйтіп айтады, мынандай зат жарық былай түссе, мына эмоцияны әдемі көрсетуге болады екен. Сосын басқа бір театрға барады да, мына кейіпкер Атилланы ойнаған кезде қолын былай сермеді, мысалы. Сөйтіп жаңағы жазады ғой бұл. Сөйтіп соның ішінен барлығынан іріктеп өзінің, былайша айтқанда, орыс театр мектебін құрасып шығады. Былай қарап тұрсаңыздар, ол кісінің мықтылығына қазір ешкім таласпайды. Ол кісінің жаңағы кешір бөлейін, ол сен айтып тұрған жаңағы ол кісі туралы заттардың бәрін көбісін біздің көрермендер енді естіп отырған сияқты, біздің білуіміз сенбеймін деген сөз ғана ғой. Сенбеймін деген жаңа атақты сөзі бар. Бірақ одан бөлек сол театрдың қалыптасуына бұл жерде енді еліктеушілік деп айтпай қояйық, бірақ қарау, зерттеу, сол заттан өзіне керегін алу деген нәрсе сол арқылы дамиды деп ойлаймын да, жалпы. Жақсы. Мәселен, жоқ жерден бірдеңені ойлап табу адамға қиын ғой, мысалы. Біз бәріміз пендеміз, дұрыс па? Сол себепті еліктеушілікте тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы сол елдің көзқарасы, оның идеологиясы, мәдениеті, жаңағы ұстанымдары кіріп кетпесе, соған еліктемесек болды да, яғни. Былайша айтқанда. Ұстаным өзіміздікі болу. Ұстаным өзіміздікі болу керек. Бірақ инструмент ретінде біз оны алсақ, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Соңғы жаңағы еліктеу туралы соңғы сұрақ, сосын басқа жаққа көшейік. Жаңағы Голливуд емес, Дисней, өз Дисней болса да Дисней компаниясы бар ғой. Қазір Дисней бір американдық мультипликацияның ассоциациясы болып кетті. Стилистикасы бар, өзінің жеке өзгеше. Сосын жапондық анимация бар. Жаңағы сен Станиславскийдің өзінің бір ерекшелігін айтып бердің. Саған қайсы жақын негізі? Бүкіл авторларды айтсақ.
өзінің сол саған соған жақындыққа байланысты өзінің туындыларың сол сияқты болады ғой. енді шырақтан өзіңіз жаңа байқап астын сіз айтып жатсыз. Жаңа ойыншықтар оқиғасына ұқсайды, элементалдарға ұқсайды деп. Расымен де негізі енді жеке режиссер ретінде маған шынымен де Pixar'дың туындылары ұнайды. Ұнаған, яғни алдыңғы. Қазіргілерін білмеймін, қазіргілері онша қатты. Өздеріңіз де байқайтын шығарсыздар, қазіргі Pixar'дың туындыларында баяғы мынау не жоқ қой, сезім жоқ та, мысалы. Қазір көбінесе коммерция үшін жасалатын жағдай. Яғни біз Pixar'мыз, біз жылына 2-3 фильм шығарып тұруымыз керек деген мақсатта шығаратын сияқты да. Сосын қазіргі оқиғалар өкінішке орай кішкене андай мына бұрынғы сюжеттік жаңағы драматургия деген нәрсені сәл әлсіретіп алған сияқты көрінеді. Иә, ондай не бар. Ондай жаңағы кейбір адамдарда, жаңағы обзор жасайтын адамдар да айтып отыр ғой. Бірақ та олардың айтуынша Pixar бүйтіп біраз құлап, енді қайтып келе жатты. Бұрынғы жаңағы сен айтпақшы сезімдерді, адамдардың өте жіңішке қарым-қатынастары, андай өзі көрмейтін өте нәзік, иә, өте жақсы сөз. Нәзіктікті енді қайтарып келе жатыр, енді сондай бұрынғы сияқты сапалы нелер шығады деген сияқты бір үміт бар қазір. Сыйлайтын, құрметтейтін, өз сөзіне құлақ асатын бір режиссер бар тұғын негізі ол жақта. Джон Лассетер деген кісі. Джон Лассетер тіпті Pixar'дың негізін қалаған кісілердің біреуі. Жаңа өз баста білеміз, Стив Джобс бар қатарында, сосын Джон Лассетер бар, сосын Эд Катмалл деген жаңағы физик, технический жаңағы гений дейді ғой, сондай кісі болған тұғын, 3 адам. Біз біраз білу үшін оның өзінің туындысы жаңағы бар ма? Иә, Джон Лассетер жаңағы история игрушекті бірінші сериясын сол кісі шығарған. Сосын бір қатар ең баста жаңағы Pixar әлі құралмаған кездегі қысқа метрлі фильмдер бар, солардың режиссері болған кісі. Сол кісі айтады, көп адам ойлайды дейді да, Pixar болғаннан кейін, енді жаңағы 3D-ні алғаш дүниеге алып келген компания болғаннан кейін, біздің бүткіл күшіміз мына технологияда деп ойлайды дейді. Яғни біз жаңағы сол көз бояушылықпен адамдарды таңғалдырамыз деп ойлайды да. Бірақ керісінше ол кісі айтады, жоқ дейді. Біз үшін ең басты нәрсе ол оқиға дейді. Яғни біз ең басында технологиядан бұрын оқиғаға мән береміз дейді. Ол шынымен де көрерменнің жүрегіне біреңе жеткізе ме, жеткізбей ме, соған көз жеткіземіз дейді. Технология дейді, ол кейін тұратын зат дейді. Яғни осы заттардың бәрін ойластырып болғаннан кейін соны жасауға арналған бір құрал дейді, былайша айтқанда. Сол себепті қазіргі таңда енді айтып отырсыз ғой, жаңағы Pixar қайтадан көтеріп келе жатыр деп. Мен білмеймін, енді режиссер ретінде жеке көзқарасым. Pixar әлі бұрынғы магиясын жоғалтып алған сияқты. Студияның өміріне оралайық. Ара студиясы қалай күн көреді? Ара студиясы бізде тапсырыстармен. Мемлекеттік тапсырыс? Жоқ, мемлекеттік тапсырыс емес. Біз басында біз шыны керек жаңағы Балапан телеарнасымен бастадық. Дара тұлғаны түсірдік, одан Сәбиді түсірдік. Бірақ карантиннің кезінде кішкене жаңағы қаржыландыру да тоқтады. Енді былайша айтқанда ол бір үлкен шапалақ болды. Яғни сен бірыңғай тек қана мемлекетке қарап отыру деген нәрсе болмау керек, адам кішкене қимылдау керек деген ойға біз келдік. Сол кезде жаңағы өзіміздің сайтымызды, портфолиомызды, әлеуметтік жаңағы желілерімізді жаңартып, жаңағы презентабельный дейді ғой. Адам көрген кезде сенім ұялататындай қылып әсемдеп, әрі қарай жаңағы шетелдік болсын жаңа тапсырыстарды іздеумен айналысып бастадық. Сол қазіргі таңда сондай бір жаңа тапсырыс берушінің жұмысын жасаудамыз. Golden Tides деп аталатын американдық ойын. Сол ойында біздің студиямыз көркемдік шешім жағына жауап береді. Яғни кейіпкерлерді мүсіндейді, оларға сүйек жүйесін жасайды, олардың қозғалыстарын жасайды, қоршаған ортаны жаңағы ойынға дайындаумен айналысады. Сонда олардың тапсырысы бойынша уақытын, жаңағы сапасын сендер өздері мойындарына алып, олар тексеріп, соны сендер таңдап отыр ғой, иә? Тексергенде біздің ұсыныс бойынша жасайды ол кісілер. Яғни, ол жерде анандай адамдар жоқ, жаңағы мынау дұрыс емес дейтін. Керісінше олар бізге жүгінеді. Мысалы, біз егер мынау шынымен де жақсы нәрсе деп ұсынсақ, олар соны қабыл алады.
жақсы. ал мемлекетпен байланыс бар ма? Мемлекетпен қазіргі таңда жоқ байланыс. 3 жылдай ма байланыс жоқ. Тек шетел клиентімен. Сол біздің өз бастапқы жаңағы тапсырыс берушіміз негізі бұл бірінші жоба емес ол кісімен. Бұған дейін де біз майда жобалар жасағанбыз. Бірақ сол жобаларымызды шама жеткенше жаңағы шебер, уақытылы, жауапкершілікпен жасауға отыруға тырыстық. Бәлкім содан кейін жаңағы бір сенім пайда болған болу керек. Үлкен бір жобаны ол кісі келіп бізге ұсынды. Мына осындай жатым бар деп. Сонда авторлық ешқай мысалы шетелдік қаржыландыруға тәуелсіз авторлық үлкен жоба жасауға шама бір алдағы уақытта келеді ғой, иә? Идея бар ма? Жоқ, ол идея деген нәрсе жетеді ғой. Идея деген жаңағы қысқа метрге де, толық метрге де идея бар. Мүмкіндік. Сол мүмкіндікті біз қазіргі таңда өзіміз жасауға тырысып жатырмыз, жасау үстіндеміз. Отандық мысалы компаниялар, отандық бизнесмендер, олар сондай сендер сияқты ара студияға қамқор болуға бола ма? Инвесторлармен әзірге біз негізі бар ғой ондай адамдар. Шыны керек, ол жоқ деп айтуға болмайды, бар. Бірақ біз әлі өзіміз ол кісілерге барып ондай ұсыныс ештеңе тастап көрмеппіз. Құдай қаласа енді алдағы уақытта біз мынау осы Дидар режиссерлік етіп отқан бір жобаны жасап жатырмыз. Жаңағы отбасылық балаларға арналған сериал. Тоже 26 сериядан тұрады. Құдай қаласа. Сол туындыға біз, Алла қаласа, краундфандинг деген тәсілді қолданып көрейін деп жатырмыз. Ол краундфандингтің әртүрлі жаңағы нелері болады. Қалай деп айтады? Рейтингтар дей ма? Қалай дейді? Мысалы, басында кәдімгі қарапайым, қалай деп, мысалы, кәсіпкерлерге арналған бір условия болуы мүмкін да, жаңағы донат жасау. Немесе жеке тұлғаларға, мысалы, тоже. Сол себепті әлі біз ол практиканы былай қолданып көрген жоқпыз, спонсормен, инвестормен. Оны монетизация жасау ойда бар ма? Әлгі фильмде? Әлде тек қана сол ақша жинап, соған түсіріп, кейін YouTube-ға жүктеп қойсаңыздар ма деген? Монетизация, конечно, ойда бар. Ол, конечно же, жаңағы игрушкалар шығару деген сияқты. Мультсериалдың өзінде тоже продукт плейсмент болуы мүмкін. Телеарналарда көрсету. Телеарналарда, соған лицензияны сатып не алу деген сияқты. Әсіресе анимациялық туындылар көбінесе мерчен ақша табады сияқты. Тот же, не, по-моему, Disney мерчендайздың өзіне жалғыз 22 миллиард па сондай не істеген болатын. То есть фильмнің өзі ол максимум 1 миллиард беруі мүмкін. Қалғанның бәрі сол мерчендайзбен келеді. Ойыншықпен. Жаңа кімдер аниме жапондық солардың өзі мерчпен көбірек ақша табады. Олардікі бірақ андай несі қызық. Мерчендайз системасы біртүрлі жұмыс істейді. Себебі негізі ол сериалдың өзіне байланысты, по-моему. Егер мысалға манганы адаптация жасайтын болса, олар онда 3 түрлі компания келіп, сол манганың фигуркасын жасауы мүмкін да. Біреуі не істеуі мүмкін. Сол манга бойынша аниме шықса, анименің кейіпкерлері деп персонаждардың фигуркасын шығару мүмкін да. Екінші компания келіп, тура сол кейіпкерлерді, бірақ манганың кейіпкерлері деп шығару мүмкін. Екі жақтан получается не түседі, пайда түседі. То есть бір общий ниет жоқ та оларда деген. Каждыйына бөліп тастау мүмкін. Бірақ ойыншық сату үшін анау мультфильм өте танымал болды. Өте танымал болды. Сондықтан жаңағы сендердің краудфандинг арқылы жасайын деп жатқан проекттерің біріншіден әрине жүзеге ассын. Бірақ та халыққа сол халық береді ғой ақшаны, былайша айтқан кезде. Сол халыққа ұнайтын бірақ несін айтуға болмайды, сюжет. Ол жағынан ештеңе айта алмаймыз қазір. Краудфандинг бастаған кезде сюжетін ақырын ашасыңдар ма? Негізі біз ойлап отырмыз, арнайы сайт болады. Тизерлер, мысалы. Тизерлер шығады. Сайтта жаңағы жұмыс барысы жарияланып отырады, құдай қаласа. Мысалы, біз оның алғашқы 5 сериясын біз бастасақ деп жатырмыз. Сол барлығы мөлдір, ашық, айғақ, халық өзі көріп, бақылап, басқанда халықтың қаласа қолдауымен жасалатын дүние ғой. Әлеуметтік желіні жақсы пайдалану керек сияқты. Ыңғайсыз сұрақтар сериясы қандай? Менде әкем, қыздарым бар. Netflix көрем, балдарға арналған, қосып берем кейде. Сол кезде бір мультик болатын, осыдан 1,5 жыл бұрын, қателеспесем 1 жыл бұрын. Покойо деп аталады.
және сол мультик балапанды қоссам дәл солының қазақша нұсқасы тұр екен. Сәби. Сәби деген осы туралы. Ол ешқандай жасыратын ештеңе жоқ. Бізге басында ұсыныс тасталған кезде осы туындыға қарап жасасаңыздар деген. Дәл осындай біздіңдер. Дәл осындай дегенде, яғни ол жұмыс жасап тұрған инструмент қой Покойо мысалы. Халыққа шынымен балаларға пайдасын тигізіп жатыр. Неге осының жаңа қазақша баламасын жасап көрмеске деп. Сондай формуланы қолданып. Өздері ұсыныс тастады бізге. Біз енді орындаушы ретінде әрине жаңағы өзіміздің көзқарастарымызбен сюжетін, сценарийін құрастырып жасап шықтық. Оны біз ешқандай жаңағы секрете ұстап жоқ. Кім сұраса, әрине сол Покойоға қарап жасалған деп айтамыз. Покойоның қазақша нұсқасы. Сәбио деп айту керек еді. Сәбио деп айту керек дұрыс. Бірақ өте сәтті шыққан, мен қыздарыма ұнайды. Мойындау керек. Рахмет. Енді Қазақстанда шыққан туындылардың қазақ тілде авторлық туындылардың бәрін қолдау керек. Ана неде жаңағы режиссер кім дедің? История игрушечтің Джон Ластер. Мен қателеспесем, Ластер мен кім екеу дос Миядзаки екеу, фанаты, по-моему. Кімде история игрушечтің бір бөлімінде ойыншықтардың қарсысында тотыр отырады. Сол кісі өте қатты жақсы көреді Миядзакиді. Соған сол анау Миядзаки бүйтіп енді комплимент айтқан ба, анау үнесені призракіме секіріп жүретін шырақ кім ғой? Пиксардың несі ғой? Лампочкасы. Сонда екеуінің бір несі бар екен. Байланысы ма? Күшті. Аниме деген. Ал тағы бір маңызды меніңше мәселе түсіру, сызу, жаңағы жарыққа шығару бәрі бұл алдағы болашақта бәрі жақсы дамиды. Бірақ та таратқан кезде бәсекелестік әлемдегі бүкіл контент Қазақстанда зерттеліп көреді бәрібір. Сонда Қазақстандағы іште шыққан туындылар олар ерекше болу керек қой бәсекелесу үшін. Сапа жағынан олардан кем болмау керек қой негізі. Біріншіден. Айтпақшы мынандай жаңалық шыққан, бізде былтыр, егер қателеспесем, халықаралық балалар арналар қазақшалана бастады. Никелодион 2 арнасы қазақша қазір. Никелодион HD, сосын Ник Junior деген. Сосын TJ деген 3 арна бар. Және біздің министрлік айтады, біз осы әлемдік гиганттар ғой, Никелодион деген бүкіл әлем бойынша хабар тарататын арна ғой. Солармен бірлескен анимациялық өнім жасауды ойластырып жатырмыз деген жаңалық шыққан. Никелодионмен де, сосын TJ-мен де екеуімен. TJ егер қателеспесем Европалық, Никелодион америкалық компания. Осыдан жаңалық бар ма? Бізде нарықта пайда болған жоқ па? Бірге Никелодионмен бірге мультик жасап көрейік деген сияқты. Мүмкін әлі переговор болып жатқан шығар. Кім нені істеу керек деген сияқты. Бірақ Никелодион жаңағы аудармамен айналысқан точно білеміз. Қазақ фильмі. Спанч Бобты қазақша аударған несі бар. Олар заказды негізі қазақ фильмге жіберіпті. Не бойынша қазақшаға аударып. Олар алғанда да Мыңырғақ деген студия беріп жүрген. Біз сол кісілермен бір жұмыс істеп көрмекші болғанбыз. Сол кезде сол историяны естіп қалдық. Олардың өздерінің бір технологиялары бар екен негізінде. То есть рабочий процесі бар. Соған соответствовать ету керек. Талаптар қояды. Кәдімде үлкен документ жіберген. Осы бойынша не істеліну керек деген, жасалыну керек деген сияқты. Олар ертең біздің нарыққа келіп бірге мультик жасайық деп айтса, демек олардың талаптарынан былайша айтқанда олар уже отработанный технологиясы бар ғой. Мынандай программаны қолданамыз, мынандай расписаниемен жұмыс істейміз деген сияқты. Сол талаптар бойынша тоже істеліну керек деген сияқты ой болуы мүмкін де өздеріне сәйкес келу керек. Онда үлкен жобалар егер жасалуы мүмкін болса, әлемдік жаңағы стриминг площадкаларға да ұсыну керек болады ғой. Егер біздің мысалы анимациялық туындымыз ерекше болса, Netflix мысалы кореялық небір туындыларды сатып алып жатыр. Ал сіздер былай зерттеп көрген жоқсыздар ма? Netflixтің балдарға арналған жағы қандай талаптармен жұмыс істейді деген сияқты. Оларға талапқа сай келу үшін не істеу керек деген? Ол жағын біліп көрмеппіз. Талап жағын білмеймін, бірақ мультфильмдерін қарап шыққанбыз. Просто качественный контент болу керек сияқты. Олар откровенно айтпайтын сияқты. Робот туралы көп не шықты соңғы 2 жылда. Робот жаңағы меха сияқты жанрлар. Мен ойымша Трамп пен Обама түгілісетін бір аниме түсірсеңдер сатылады олар. Олар бірінші болып сатылады. Әлі Америка шыққан жоқ қой.
Ал осы жаңа өздерің айтып отырсыңдар әлгі батыстық ойын студияларымен жұмыс істеп жатырмыз деп. Ол жақтың жұмыс істеу, ол жақтағы клиенттермен жұмыс істеу тәжірибесі біздің нарықты өзгерте алады ма? Оларды бір ерекше талаптармен жұмыс істейді ма? Бізден басқаша ма деген? Жоқ, негізі оншалықты былай ерекше талаптар жоқ. Ол да негізі стартап компания, өздері жаңағы бір жақсы ойын жасап, соны жаңағы халыққа таратсақ деген ниетпен жүрген адамдар. Сол себепті бізде оларда бірге үйреніп жасап келе жатырмыз деп айтуға болады. Айтпақшы, бізде ойын бар ма? Қазақстанда шығарылатын ойын бар ма? Қазақстанда Хандар туралы ойын болған есімде. РПК. Шықпады ма, шықты ма? Көп қолданушы бірігіп ойнайтын. РПГ білемін. Браузер арқылы кіріп. Білмеймін, ол шыққан жоқ. Жарнамасын ғана көрдім. Шыны керек, ойыннан хабарым жоқ ше, негізі. Бізде ойындарды қараймын, бірақ қазақша именно негізі ойындарды анимация мен көріп ойындар жақын жүреді ғой, андай ойыннан кейін анимация несі шығады. Кейбір анимациялық туындыларды ойынға айналдырады деген сияқты. ол жаңағы не ғой, енді сол ойынды коммерцияландыру. Былайша айтқанда. Сендер де сол жаққа қарай бұрылып кетпейсіңдер ме? Анимацияны тастап ойынға қарай. Жоқ, біз әрдайым оны есімізде сақтаймыз. Яғни бұл ойын жасап жатқанымыз, бұл біз қазір коммерциямен айналысып отырмыз. Бұны коммерция, яғни тапсырыс деп қабылдаймыз. Бірақ шырақ сияқты өзіміздің көзқарасымызды, өзіміздің дүниетаным, мәдениет, салт дәстүрді ұсынатын бөлек дүниелерді негізі жасау. Негізгі миссиямыз сол ғой, былайша айтқанда. Шырақты тағы да кеңес берейін, біздің көрерменге өте мықты. Бұл ашық. Қателеспесем бір фестивальде жеңіске жетті, сонда бір жаңалық шықты ғой. Ол 80 кинофестивальдің шорт-листіне кірді, бірақ соның қатарында қазір екеуінен жеңді. Біреуі Албанияда, Тирана қаласында өткен бір фестивальдан балалар таңдауы деген жүлдені алды. Және Уэльста өткен, Британия жақты. Сол жерден үздік анимациялық фильм деген. Ал сіздер ол фестивальдерге барып халықаралық нарықпен байланыс орнатып деген? Біз Кореяға бардық. Кореяда тоже бір фестиваль өтті. Сол жерде кәдімгі шақырылып, сол жаққа барып, қатысып көрдік. Бірақ ешқандай жүлде ештеңе алған жоқпыз. Дегенмен жақсы тәжірибе, жақсы танысу, сол нарықты кішкене зерттеу деген нәрсе болды. Одан кейін жақында біз Амстердамда өткен Blender конференциясына қатыстық. Біз бүткіл туындыларымызды Blender деген бағдарламада жасаймыз. Ол бағдарламаның бір ерекше тұсы, ол тегін. Тегін, бірақ дегенмен әлемдік стандарт болып кеткен бағдарламалардан еш жер кем емес. Олар чисто донат бойынша жұмыс істейді, получается. Сол жаңағы конференцияға барып, алғаш рет, жалпы, Амстердам Blendердің тарихында қазақ спикер сөйледі бізден. Ағылшынша кәдімгі өзіміздің тәжірибемізбен бөлісіп, сол конференцияға келген осы Blendерді қолданатын, Blendердің жаңағы разработкасына өздерінің бір үлестерін қосып жүрген шығармашылық адамдармен программисттер қатысты. Солардың барлығы бірінші Шырақты көрді, екіншіден жаңағы біздің Нұрбек деген бас аниматорымыздың несін толқын тыңдады сол жерде. Ол сөйледі, кәдімгі 50 минуттық толық болды. Дәл осы жерде сұрақ, қазір жаңағы искусственный интеллект дамып келештеріміз дамыды, келіп қойды, міне тұр жанымызда. Жаңағы сызу мәселесіне олардың сендердің жұмыстарының кедергісі болады ғой? Кедергісі, әсері, пайдасы, сол туралы. Негізі ол такой controversial тема еді. Себебі AI-дің үйтіп тез дамып кетуінің әсері болған, ол художниктардың портфолиосы, былайша айтқанда. Солардың еңбектерін без их ведома алып жаңағы натренировали AI-да. И ол соның арқасында суреттерін жақсы салып кететін болған негізі. Олар сол жаңағы суретшілердің жұмысын ғана емес, қазір сюжеттерді де бәрін өзіне жинап, қазір бәр өнер саласындағы адамдардың бүкіл жұмысын қазір AI жасап берейін деп жатыр. Бірақ ол не сияқты, қазіргі просто андай хайвай болуы мүмкін, қорқыныш пайда болуы мүмкін, замена жасап тастайды деген сияқты. Бірақ ол да болашақта
просто бір инструмент болады. меніңше былайша айтқанда пайдасы көбірек художниктардың. болатын сияқты. То есть сен аласың тез бір ойындағы нені жазып тастайсың да, себебі ол AI по-любому сенің қалап тұрған затыңды тура шығарып бере алмайды. иә сол мен айтпақшы болғаным, сендер мысалы бір сюжетті ойлап тапқан кезде оның несін жасайсыңдар ғой, эскиз сияқты бірдеңесін, раскадровка дейді, Иә. сондай жұмысты әлде одан кейінгі де жұмыстарды AI арқылы жасай аласыңдар ма? Автоматтандырып. Иә. Біз қазір жоқ. Тездету үшін. Біз қазір AI-ді қолданбаймыз. Анау Midjourney бір Midjourney деген ба? Midjourney программа бар ғой, ол жақта тіпті өте қымбат емес. Арзан тегіндері бар, бірақ та ақша төлеген кезде көбірек функция пайда болады. Сол жерден жаңағы раскадровка бәрін көп нәрсе жасауға болады. Тіпті жаңағы команда берген кезде оның шыққан сурет арқылы өзінің сюжетін тіпті жақсы жағына өзгеруі де мүмкін. Анимациясында жасап жерге болады. Тіпті оңай. Біз мысалы қазір пиар компанияда жүреді. Иә. Мен жасалған алғашқы фильм. жаңағы стартапмен жаңағы краудфандингке оны ұсынып деген сияқты мысалы презентацияға қолдануға болады. Қазір мен өзім мысалы сценаристердің көп араласамын сценаристермен. Сценаристер алдында бәрі қырылысып жүріп, жаңағы көтеріліс болды Америкада. Қазір негізі олар керісінше қолданатын болып шешіп жатқан сияқты. Олар көбінесе ChatGPT-ді қолдану мүмкін. ChatGPT. Оның үстіне AI-мен жазылған сценарийлар, кітаптардың бәрі қазір авторский правомен қорғалмайды. Себебі ол адамзаттың несі болып саналады да, жұмысы болып. Былай жасау керек қой. ChatGPT-ге жазғызып алып, үстінен диплом жазу. Бірақ та әзірше мен қателеспесем, айырмашылығы ChatGPT-дегі жаңағы функциялардың бәрі, AI жасайтын заттардың бәрі айырмашылығы, команданы бәрі адам жасайды. Команда беру құқығы AI-ға өткен кезде, сол кезде біз бәріміз киіміз жинап, басқа әлемге көшіп кетуіміз керекпіз. Қазір жаңа мамандық пайда болып жатыр. Ол Иә. жасанды интеллектке AI-ға Промпттар сұрақ қою мамандығы. Дұрыс сұрақ қою. Сауатты сұрақ қоя алады. Өйткені сұрағың қаншалықты дәл болса, ұсынатын жауап соншалықты нақтырақ. Ағылшынша жақсырақ болады дейді, түсініктірек болады дейді, ол ағылшынша жақсы біледі. Ағылшынша база көбірек әрине. Сол туралы бізде программисттер ма алдын айтып қалған болатын. Ағылшынша база өте үлкен, оларда деген сол себепті ол жаңағындай таза әдемі қылып шығарып бере алады. Орысша да одан қатты қалыспайды. Бірақ бір минусы қазақша вообще шықпайды былайша айтқанда. Мен тексеріп көргем, бір сұрақты үш тілде қойған кезде қазақшаға 3 абзац шықты осындай. Википедияның шамасы соған жеткен ғой деп түсіндім, осынша шықты. Орысша сәл ұзынырақ шықты мынандай. Ағылшынша ол деген. Себебі бізде интернетте база жоқ та, а ол ChatGPT жаңағы сол интернеттегі бар немен жұмыс істейді былайша айтқанда. Бір мем жасап отырғаны бір ат бар ғой, бүйтіп сызып басталып, жақсы болып. Иә, барған сайын. Қазақша, орысша, ағылшынша деп жазып қойған. Жоқ, бірақ ол қазақшасы көбейеді ғой деп ойлаймын. Себебі қазір бізде көп инициатива басталды. Сол дәл AI-ға контент енгізу деген. Сондықтан болашақта бір көбейеді. суреттер бар ғой, бұрынғы қазақтың бейнесіндегі бір персонаждар шықты ғой. Иә, Midjourney арқылы Гарри Поттердің кейіпкерлерін қазақ болса қалай болады деген сияқты. Өте жақсы шығарды, ұқсас, сондай нақты қазақ емес, кейбір жерде бір андай төрт ойлар тұр ана жерде. Ол көбінесе моңғол, қытайлардың ойы осы. Бірақ та киіз үйлерді шатастырып алған ғой. Киіз үйлерді шатастырып алған біраз керек. Негізі оған просто базаға көп нәрсе лақтыру керек. Мынау сандық деп. Былайша айтқанда ол инструмент как бала сияқты ғой кішкентай. Сен оны өзің тәрбиелеп шығуың керексің да, чтобы ол дұрыстап жасап жататын соңында. Бізде өте күрделі, өте жан-жақты сұрақ болды. Бізде мынандай бір Айдар бар. Неде бізде жаңағы Айдар өздерің Мейіржан сен баста жақсы көретін аниме. Қайсысы аниме сен өзің алдында айттың бір көп емес деп. Сол көп емес болса да не үшін сол анимені қарадың өз себеп қандай? Енді шыны керек, мен анимені былай көп зерттеп, көп көрмеймін. Бірақ анимациямен айналысамын. Енді анимация деген жалғыз аниме емес қой. Бірақ сол жаңағы жұмыста бізде Нұрбек деген жаңағы бас аниматор жігіт бар. Сол кісі бар, сосын жаңағы Дидардың ұсынысымен One Punch Man дегенді көрдім. Бірақ онда да бірінші маусымын ғана. Күшті. Екіншісі
мен жеке кеңесім екіншісін көрген болады жақсы. көре беруге болады. маған екіншісінде әңгіме көп деп айтты да. мейіржан жаңағы анимеден Қолөнер айттың, или сериал. басқа неден қандай фильмді ұсыныс? Енді вверх деген Ап. ап өте ұнайды, себебі ана жерде өте анандай терең тақырып қозғалған ғой. Пиксардың туындыларынан сол ұнайды. Сосын Валли, білесіздер ғой, жаңағы робот туралы. Мен анау Валлидің енді шыны керек анау махаббатына тәнті болдым бар ғой. Дидар. Сен ұсынатын варианттар. Фильм ба? Сенің киноларың менен көп біледі негізі. Блин, менде именно кімнің фильмдері анимеден бастасақ. Анимеден, сериалдан, фильмнен десең, фильмнен бастасақ ба? Қалай болсын? Оған Сатоши Конның фильмдері қатты ұнайды. Себебі режиссер ретінде оның фильмдерін голливудский режиссерлардың көбісі ұрлаған негізінде. Мықты. Біз просто Ал енді изучать етіп, біздің әңгімеге көшейік, сериалдардан Мо Психо деген сериалды ба? тағы бір қиын бірдеңе айтып жіберді. Жоқ, ол Неге не? кетті? Ван Панчменнің авторы бар емес па? Аха. Сол автордың екінші произведениесі. Мен білемін. Ол, білмеймін, маған онысының ұнағаны жаңағындай, тура сол Ван Панчменның концепциясы сияқты, бірақ школьникпен обыгрывать еткен. Телепатия, то есть телекинез, Иә. Главный герой телепатиядан ең мықтысы болып келеді, бірақ оның мұғалімі оған айтады, что сенің телепатияң былайша айтқанда өміріңде көмектеспейді дегенде. То есть сен одан бөлек басқа да повседневный заттарды істей алуың керексің дегендей да. Басқа қандай ескі фильмдерден Охотник на вампиров Ди деген мультфильм бар. Ди көрген шығарсыздар. Өте ескі и стилистика жағынан өте қызық. Бізде нағыз өте қызықты подкаст болды, қызықты әңгіме болды. Тоқтамайды, бітпейді екен, е? Тағы біраз отыратын сияқтымыз. Аяқтаймыз. Күшпен аяқтамасақ, Өздеріңізде қандай аниме? айтып тұрмыз ғой, күшпен аяқтамасақ, Әрқайсысын айта береміз. бізде уақыт бар да. Иә. Сондықтан үлкен рахмет. Жақсы әңгімелесіп, жақсы жауап бергендеріңе. Әрине, сендердің жаңағы туындыларыңа, сендердің істеріңе үлкен қолдаулар тілейміз. Ешқашан андай Көп донатор тілейміз. көп донатор тілейміз. Сәттілік болсын. Келгендерге рахмет. Сонымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Сау болыңыздар. Біздің подкастымызды Easy қосымшасында көрсеңіздер болады. Егер ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, осы видеоның астына жаза беріңіздер. Қазақ тілінде жақсы контент. Анимацион. Бәрі беш бармақтан басталды деп. Ал неге ол YouTube-та тегін жатыр? Бастау керек қой енді. Қалай ақш табасыздар? Өзіміздің мәдениетімізді дамытпаса кім дамытады? Аниме деген.